Мен Құрманиязов Арапат Серікұлы 1995 жылы 18 қарашада Арал ауданы Шөміш ауылында дүниеге келдім. Бала кезімнен ауылымнан ажырамай, болашағымды ауылмен байланыстыруды ойлайтынмын. Себебі ауыл ел бесігі деген қазақта нақыл сөз бар. Таң атып кеш батысымен ауылдың тіршілігіне машықтанып ержеттім. 2002 жылы алғашқы мектеп табалдырығын аттап, 2011 жылы нөмір 206 орта мектебінің 9 сыныбын тәмамдап, ары қарай мамандық таңдап оқуға түсіп, Қызылорда қаласындағы Мәншүк Мәметова атындағы педколледжге информатика пән мұғалімі мамандығына оқуға түстім. жылы оқуымды тәмамдап, 4 жыл облыс орталығында білім алсам да, ойымның бәрі тек ауыл болды. Ақыры өз туған жерім Шөмшіме 2016 жылдың 14 қаңтарында нөмір 206 орта мектебіне өз мамандығым бойынша информатика пән мұғалімі ретінде жұмысқа қабылдандым. Бала кезімнен ұлы данышпан адамзаттың екінші ұстазы Әбу-Насыр Әл-Фараби атамыздың еңбектерін оқып ержеттім. Және Әбу-Насыр Әл-Фараби ойшылдың даналығымен ержетіп қана қоймай, қазіргі таңда еліміздің болашақ буындарын тәрбиелеп білім берудемін. Осы ретте Әбу-Насыр Әл-Фараби ойшылдың бір даналығы еске алмасқа болмас. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Бұл сөздің мән мағынасы еш уақытта да өз құнын жоғалтпақ емес. Және де өзіме артылған негізгі міндеттерінің бірі ол болашақ ұрпақты отаншыл, патриот және 21 ғасырдың ақпараттық ғасырдың нағыз майталманын тәрбиелеп өсіру. Балаларымыздың болашағы еліміздің болашағы. Осы ретте тәрбие білім беріп отырған оқушыларымды ақпараттық ғасырға бейімдеу және оны игеру. Әлем қашсап секунд сайын дамуда. Келешек қоғамымыздың мүшелері жастардың ойында ақпараттық мәдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тұрған ең басты міндет. Мен қандай бақытты елде тұрамын десеңші. Ер жігіт туған жеріне дейді ғана халқымыз. Туған жердің құдіретін сезіне алғандар ғана түсінер. Мектепте мені сүйікті оқушыларым күтіп алады. Ғылым жыл сайын емес, күн сайын дамып жатқандықтан, мен де оқушыларымды сол заман ағымынан қалмауға үйретемін. Және де сол үшін бар күш-жігерімді саламын.